Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hürmetli okurman kavim, dersimizi odan ara qarай жалғастырамыз. Biz suların türleri жайында әңгіме қозғап отырмыз. Өткен дәрісте таза заттар араласқан су жайында әңгіме қозғағанбыз. Енді суға нәжіс түссе, нәжіс араласса, онда оның үкімі қалай болмақ деген тақырып төңірегінде сөз қозғайтын боламыз Алла жазса. Ва ин ихталата бихи наджасун, егер суға нәжіс араласса, қараймыз. فإن كان جاريا, егер нәжіс түскен су ағын су болса, түскен нәжістің зиян жоқ. Өйткені ағын суда нәжіс тұрақтамайды. Бұрын ата-бабамыз ағын судың арамы жоқ дегелі осы фиқ үкіміне ишара етіп кеткен болса керек. Ағын су дегеніміз не? Ағын су дегеніміз кітаптарда былай деп анықтама беріледі. Ма ла ятакаррару истиъмалуху, қолданысы қайталанбаған су деген мағынада анықтама беріліп жатады кітаптарда. Яғни ағып жатқан судан бір уыс су алып бетті жусаңыз, екінші рет су алғанда дәл жаңағы алған суыңызды қайта алмайсыз. Өйткені ол ағып кетеді. Қолданысы қайталанбаған су дегендегі мәні сол. Ары қарай жалғастырамыз. Және қандай суды нәжіс түссе былғамайды. Ау ашран фи ашрин, ұзындығы 10 зира, ені 10 зира болған тұрғын су. Ла танхасиру ардуху бил ғорфи, екі ұстап су алғанда түбі көрініп қалмайтындай тереңдіктегі осындай тұрғын су, нәжіс түсу себепті ла янжас, ол су былғанбайды. Илля иза ғайяра таъмаху, бірақ аталмыш суларға түскен нәжіс судың дәмін, ау лаунаху, немесе түсін яки исін өзгертіп жатса, онда ол сумен дәрет алынбайды. Bir zira şamami 50 сантиметр, ашран фи ашрин дегеніміз ұзындығы 5 метр, ені 5 метр болатын көлемді айтады. Ары қарай оқимыз. Ва ин лам якун, егер нәжіс түскен су ені 5 метр, ұзындығы 5 метр көлемде болмаса, одан кішкентай болса көлемі, мөлшері енжус. Онда ондай су нәжіс түскен себепті былғанады. Мәтінді ары қарай оқуды жалғастырамыз. Вәлә бәсә би маути мәйил мәулиди. Су хайуандарының өлімі суға зияны жоқ. Мәйил мәулид деген сөз суда өніп өсетін су хайуандары деген мағынаны білдіреді. Мысалы, балық, су бақасы, рак, тағы да басқа осы сияқты. Осы жерде суда өніп өседі деген сөзді арнайы қолданып отыр ғалым. Өйткені суда өмір сүргенімен құрлықта пайда болатын жануарлар суда өлсе, ол суды былғайды. Мысалы, үйрек, қазы, тағы да басқа. Ары қарай оқимыз. Уәлә бимаути ма лейса лаху дамун саилун. Бойында аққан қаны жоқ, ағар аққан қаны жоқ шыбын шіркей, жәндіктер өлсе де судың тазалығына нұқсан келмейді. Мысалы, шыбын, маса, түрлі таракандар, тағы да басқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде сахаба Сәлман радиаллаху анхуға былай дейді: "Уа Сәлман, тамақтарға, сусындарға бойында аққан қаны жоқ жәндік түсіп өлсе, ол тамақты жеп, суды ішуге болады, және ол сумен дәрет алуға да рұқсат" деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ары қарай оқимыз. "Уәлә ятаваддау бимаин утсира", жеміс-жидек, ағаш, тағы да басқа өсімдіктен сығылып алынған сумен де дәрет алынбайды. Өйткені ол су саф су қатарына жатпайды, немесе басқаша айтқанда мұтлақ суға санатына кірмейді. Мұтлақ су дегеніміз абсолютті су дегенді білдіреді. Ал жеміс сулары негізінде су емес, ол шырын. Және қандай сумен дәрет алынбайды? Уәлә бимаин устамила, қолданған сумен дәрет алынбайды. Қандай мақсатта қолданған? Ли құрбатин, құлшылық ету мақсатында қолданған сумен қайта дәрет алынбайды. Мысалы, алал удуи, дәрет үстіне дәрет алғанда қолданған су. Ау рофаи хадасин, немесе ғұсылсыздықтан арылу, дәретсіздіктен арылу мақсатында қолданған сулар қайта дәретке не ғұсылға жарамсыз. Бұлармен өзге киімдерді тағы да басқа заттар жууға болады, бірақ дәретке ғұсылға қолданбайды. Мұндай сулар таза, бірақ тазалаушы емес деген үкімде. Мысалы, ғұсылы жоқ кісі ғұсылдану ниетімен, ғұсылсыздықтан арылу ниетімен шайынса, шайынғанда жиналған суларды қайта дәретке қолдана алмайды. Өзге заттарды жууға болады,
Бірақ дәретке қолданамайды. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.